Сәлеметсіңдер ме, ізденімпаз балапандар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 83-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы түсімділік. Түсімділікке берілген есептерді шығарамыз. Бірінші есеп: сабантой мерекесі қашан өткізілетінін анықта. Түсімді өлшеуге арналған шамалар бірлігін тап дейді. Теңсіздіктер құр. Жауабы: сабантой егін жинау науқанынан кейін күзде өткізіледі. Түсім деген өнім, яғни түсімділік, өнімнің түсімділігі, яғни саны деген сияқты. Сондықтан оның өлшем бірліктері килограмм, тонна, жаңағыдай цент болады. Яғни бұл жердегі бізде дұрыс нұсқалар 8 тонна, 5 цент, 500 килограмм, 6100 килограмм болады жауабы. Енді осыларды бір-бірімен, яғни салыстырған жағдайда бізде 8 тонна, 5 цент 500 килограммнан үлкен болады, 8 тонна 6100 килограммнан үлкен болады, ал 5 цент 500 килограмм 6100 килограммнан үлкен болады. Бұл жерде 1 цент 100 килограммға, 1 тонна 10 центқа тең болады. Келесі есеп бізде есепте дейді. Өсірілетін дақыл берілген, яғни дақылдың түрлері бидай, күріш, картоп. Түсімділігі берілген, яғни М. Егістік ауданы берілген, және түсімнің массасы берілген. Енді бірінші қатарда бидайда бізде түсімділік берілген, аудан берілген, бізге табу керек түсімнің массасын. Массаны табу үшін масса тең түсім көбейтілген, түсімділік көбейтілген аудан. Сонда бізде 20 берілген түсімділік, 20-ны 35-ке көбейтеміз, 700 цент, яғни түсімнің массасы 700 центқа тең болады. Күріште бізде түсімділік берілген, түсімнің массасы берілген, егістіктің ауданы табу керек. Аудан табу үшін түсімнің массасы мен түсімділікті бір-біріне бөлу керек. Сонда бізде 810-ды 18-ге бөлеміз, сонда 45 гектар аудан шығады. Картопта бізде аудан берілген, түсімнің массасы берілген, түсімділікті табу керек. Түсімділікті табу үшін үлкен М-ді, яғни түсімнің массасын ауданға бөлеміз. Яғни 1000-ды 100-ге бөлгенде 10 цент гектарына шығады. Жауабын дұрыстап шешумен қосып жазып алыңдар балалар. Келесі есеп, үшінші есеп, есепті шығарды. Екі фермер бидай өсірді. Бір фермердің егін алқабындағы бидайдың түсімділігі 14 центр гектарына, ал екіншісінікі 19 центр гектарына. Егер олардың әрқайсысы бірдей 5320 центнерден бидай алған болса, онда екі фермерге бөлінген жердің ауданы қандай? Бізде түсімділіктің бірінші және екіншісі белгілі, яғни 14-19, жалпы М түсімділік белгілі 5320 цент. Бізде аудан табу керек. Шешімі S1-ді бірінші тауып аламыз. Үлкен М-ді, яғни массаны түсімділік 1-ге бөлгенде 5320 бөлінген 14, 380 гектар жер шығады. Екіншісінде массаны, яғни екінші түсімділікке бөлгенде 19-ға бөлгенде 280 гектар жер шығады. Енді осы екі ауданды қоса отырып, біз ең үлкен аудан, жалпы ауданды табамыз. 380 қосылған 280, 660 гектар жерге егілген екен жалпы көлемі. Келесі есеп 4 теңдеулерді шеш дейді. Бізде 4 теңдеу түрі берілген екен. Теңдеулердің шарттарына байланысты біз яғни білеміз. Бірінші амалдарды реттейміз. Екіншіден жақша ішіндегі жақшаны ашу арқылы және де бір бетке өткізу арқылы теңдеулерді оңай шешуге болады. Шешу жолдары астында көрсетілген. Дәл осы ретпен теңдеулерді шығарамыз. Бірінші теңдеудің мәні 63070-ге, екінші теңдеудің мәні 6231-ге, үшінші теңдеудің мәні 45-ге, ал төртінші теңдеудің мәні 36-ға тең болады екен. Бізде үшінші теңдеуде жақшаны ашамыз, ашу амалы қолданылады. Сондықтан ол теңдеу кішкене ұзағырақ жазылады. Жауабын көшіріп жазып алыңдар. Келесі есепке көшеміз. Бесінші есеп бізде есептерді шығар дейді. Алгебралық тәсілмен және де арифметикалық тәсілмен. Екі саяжайдың иелері таңқурайдан бірдей түсім алды. Жиналған жалпы түсімнің массасы 480 мың грамм. Егер саяжай иелерінің бірі 700 түп, ал екіншісі 900 түп таңқурай отырғызған болса, онда таңқурайдың түсімділігі қандай дейді? Егіз таңқурайдың түсімділігі болсын дейді. Ал Ә нұсқасында саяжай иесі бір соттық жерден 70 килограмм бүлдірген жинады дейді. Егер ол бірінші жер учаскесінен 75 килограмм, ал екінші жер учаскесінен 135 бүлдірген жинаған болса, килограмммен өлшегенде, онда ол қанша соттық жерге бүлдірген отырғызған дейді.
Енді шешіміне көшеміз. М тен, яғни массалық үлесі 480 мың грамм берілген. X-ті жаңағыдай таңқурайдың түсімділігі деп аламыз. U1 700 түп, U2 900 түп деп аламыз. Бұны табу үшін X, Y-ті бір-біріне көбейтеміз. Сонда бізде 480 мың, 480 мыңды 1600-ға бөлгенде, яғни таңқурайдың түсімділігі 300-ге тең болады. Ал 300-ді жаңағы 700-900-ге қосқанда, яғни түпке қосқанда, бізде 480 мың шығады. 480 мың тең 480 мыңға болады, сонда теңдеуіміз. Ал екіншіде 1 соттық жерге 70 килограмм, біріншінің массалық үлесі 75 килограмм, екіншіде 135 килограмм берілген. Жалпы ауданын табу керек. Бірінші жалпы массалық үлесін табамыз. Ол үшін 75 пен 135-ті бір-біріне қосамыз. 210 килограмм береді. Ал ауданын табу үшін үлкен М, яғни массалық үлес пен түсімділікті бір-біріне бөлеміз. Яғни 210 бөлінген 70, сонда жалпы 3 соттық жерге егін егілген екен. Келесі есеп 6-шы есеп. Есептің қай сұрағына жауапты әртүрлі тәсілмен алуға болады дейді. Қызылшаның түсімділігі орташа есеппен 25 тоннаға тонна гектарына құрайды. Ал егер жақсы күтім жасалса және суарылса 50 тонна гектарға алуға болады. Жақсы күтім жасалынған жағдайда 30 гектардан жерден қызылшаны тоннамен қанша есе артық жинауға болады дейді. Жақсы күтім жасалған жағдайда қанша тонна қызылшаны артық жинауға болады дейді. Бізде түсімнің біріншісі және де екіншісі берілген, аудан берілген, бізге табу керек, жалпы массалық үлесін табу керек. М1 мен М2-ні шешуі болады. М1-ді табу үшін біз кішкентай массалық үлеске ауданды көбейтеміз, яғни 25 көбейтілген 30, сонда 750 тонна болады жалпы массалық үлес. Ал екіншісінде екінші түсімділікті, яғни 50-ді жалпы ауданға көбейткенде 1500 тонна береді. Сонда 1500-ді 750-ге бөлгенде 2 есе артық жинауға болады екен. Жауабы 2 есе артық жинауға болады. Келесі есеп 7 тиімді тәсілмен есепте дейді. 17 көбейтілген 14, қосылған 13 көбейтілген 14, яғни осындай есептер берілген. Бұл жерде тиімді есептеу үшін байқасақ, көбейтіліп тұрған сандары біріншінде, екеуінде де 14 болып тұр. Сондықтан бірінші 17 мен 13-ті қосып аламыз және де жалпы 14-ке көбейте саламыз. Сонда бізде мәні 420 шығады. Ал екінші есепте бізде 35 саны бірдей болып тұр. Ал алғашқы сандарын бір-біріне қосамыз және де 35-ке көбейтеміз. Сонда 700 саны шығады. Үшінші есепте дәл осындай көбейтілген сандары бірдей болып тұр. Сондықтан 17-ден алып тастаймыз 7-ні, яғни орталарындағы таңбалар сол қалпы тұра береді. Тек 23-ті бір-ақ рет қана қолданамыз есепте. Төртіншісінде де дәл сондай 129 саны 2 рет қайталанған. Ортасындағы таңбалар сол қалпында қала береді, 4 бөлінген, яғни 4 алынған 3 көбейтілген 129. Дәл осы шарттармен бұлардың мәні 129, 5-шісінде 240, 6-шысында 90-ға тең болады. 8-ші есепке келетін болсақ, шешуі бойынша есептің берілуін құрастыр дейді. Яғни бізде бірінші 35 көбейтілген 5 тең 170 тонна алынған 5 гектарға дейін жинады дейді. 35 көбейтілген 3 тең 105 тонна минус 3 гектарға дейін жинады. 170 минус 105 тең 70 тонна, біріншісіне қарағанда екінші жер учаскесінен осынша тонна артық жинады дейді. Енді есептің берілуін құрастыратын болсақ, кіші массалық, яғни түсілім тең 35 тонна гектар, ауданы S1 5 гектарға, S2 3 гектарға, М1 және М2-ні табу керек дейміз. Шешімінде М1-ді табу үшін бірінші аудан мен түсімділікті бір-біріне көбейтеміз. 5 көбейтілген 35 тең 175 болады. Екіншісінде М2-ні, яғни S2, яғни ауданның екіншісімен түсімділікке көбейтеміз. S көбейтілген 3 көбейтілген 35, 105 тонна болады. Екіншісінде. Үшіншісі үлкен М-ді табу үшін, массалық үлесті табу үшін бірінші массалық үлестен екіншіні алып тастаймыз. Яғни 175-тен минус 105-ті алып тастаймыз. Сонда 70 тонна болып шығады. Яғни 70 тонна артық жинайды жауабы.
Келесі 9-шы есеп диаграмманы оқы, әрбір жемістің массасын анықта, диаграмма бойынша есеп құрастыр дейді. Бізде атаулары берілген: алма, шабдалы, алмұрт, қара өрге, және де жанында диаграмма көрсетілген. Ал мөлшері алмада 500 кг. Енді диаграммаға қарай отырып нелерін табамыз, килограммдарын табамыз. Ол үшін бізде алма түсін қараймыз. Алманың түсі, яғни алманың түсі диаграмманың 2-ден 1 бөлігін алып тұр, яғни 50%-ін алып тұр. Сондықтан 500 килограммға тең болып тұр. Алма 50%-не тең болып 500 килограмм болса, онда жалпы жемістердің саны 1000-ға тең болу керек. Енді мыңды осылардың бөліктеріне бөлу арқылы килограммдарын табамыз. Шабдалы 12-де 5-ке процентке тең, оны 1000-ға бөлгенде 125 килограмм болады. Ал алмұрт 25%, яғни 4-тен 1%, ол 250 килограмм. Қара өрік 12-ден 5%, яғни 8-ден 1 бөлігі, 1000-ды 8-ден 1 бөлікке бөлсек, 125 килограммға тең болады екен. Сонда бізде алма 500 килограмм, шабдалы 125 килограмм, алмұрт 250 килограмм, қара өрік 125 килограммға тең болады екен. Келесі есеп: ойлан және жауап бер дейді. Диқан тары суару үшін арыққа 6 көмекшісін ертіп кел дейді. Ол арықты бойлай қадамдап өлшеп шықты. Бірінші көмекшіге 7-ден 1 бөлігін қадамдап өлшеп берді. Екіншіге қалған жердің 6-тан 1 бөлігі дейді. Үшіншіге олардан қалған жердің 5-тен 1 бөлігі, ал төртіншіге қалғанның 4-тен 1 бөлігін берді. Бесіншіге қалған жердің 3-тен 1 бөлігін өлшеді, ал алтыншыға 5-ден қалғанның 2-ден 1 бөлігін өлшеп берді. Ең ақырында өзіне 3 қадам жер қалды. Арықтың ұзындығы қанша қадам болған? Диқан жерді көмекшілерге қалай бөліп берді және әр қайсысының қанша метрден тиді? Ал өзіне ше? 1 қадам 1 метрге тең дейді. Диқаншыға қалып тұрған 3 қадам жер 3 метр жерге тең болады. Бізге оңай болу үшін біз есепті керісінше жағынан шығарамыз. Яғни бізде бөлшектермен берілген үшін бөлшектер арқылы табамыз. 6 адам, яғни 2-ден 1, ол 3 метрге тең болады. 5-ші адам 3-тен 1 бөлігі, ол яғни 6-ны 2-ге бөлгендегі, ол яғни 3 метрге тең болады. 4-ші адам 4-тен 1, яғни 9-ды 3-ке бөлеміз. 9-дан 3 бөлігі 3 метрге тең болады. 3-ші адам 5-тен 1, ол 12-де 4, яғни 3 метрге тең болады. 5-ші адам 1-де 6, яғни 6-тан 1, ол 15 бөлінген 5, 3 метрге тең болады. Ал 6-шы адам 7-тен 1, ол 18 бөлінген 6, яғни 3 метрге тең болады. Жалпы бізде диқаншының қадамынан бөлек 18 қадам жасалған, яғни бұл жерде 21-ді 7-ге бөлгенде 3, 18-ді 6-ға бөлгенде 3, 15-ті 5-ке бөлгенде 3, яғни 12-ні 4-ке бөлгенде 3, осылай кете береді. Яғни бәріне теңдей 3 метрден жерден бөліп берген екен. Келесі 11-ші есеп: түсім мол болған жылы фермер 18 центнер гектар, ал түсім аз болған жылы 8 центнер гектар бидай жинады дейді. Егер бидайға 300 гектар жер бөлінген болса, ал осы жылдардың әрқайсында бидайдан қанша түсім алған дейді. Бізде бірінші түсім 18 гектар, екінші түсім берілген 8 центнер гектарына, және жалпы аудан берілген. Бізге массалық үлесін табу керек, М1-ді және де М2-ні. М1-ді табу үшін массалық, яғни түсімділікті көбейтеміз ауданға. Сонда 18 көбейтілген 300, сонда 5400 центнер түсім алған екен жалпы. Ал екіншісінде М2-ні жалпы ауданға көбейтеміз, яғни 8-ді 300-ге, сонда 2400 центнер жалпы массалық үлесі түсімділік алған екен, жалпы түсімдерін саны. Яғни осы жылдарды қосқанда 5400-ді 2400-ге қосқанда жалпы 7800 центнер өнім алған екен, түсім алған екен. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар, оқуда озат болуларыңа тілектеспін.